Бүгінгі біздің тақырыбымыз Абай Құнанбайұлы «Күз өлеңі». Жалпы бұл слайдта Абайдың «Күз өлеңі» талданып, күз мезгілінің табиғат, көрінісі мен ақын шеберлігі түсіндіріледі. Жалпы Абай Құнанбайұлының «Күз» деген өлеңімен танысатын боламыз. Абай қазақ әдебиетінің негізін қалаған, өте дарынды, ол табиғатты өте жақсы суреттеген. Бүгінгі өлеңінде күздің қандай мезгіл екенін, оның табиғатқа және адамға қалай әсер ететінін әдемі сөздермен жеткіземіз. Біз өлеңді оқи отырып, күздегі ауа райын, табиғат өзгерісін көз алдымызға елестетеміз. Келесі слайд. Күз өлеңінің мазмұны. Абай күз өлеңінде табиғаттың суыта бастаған кезін, ауыл өмірін және күзгі ауыр көңіл күйді суреттейді. Ақын күздің суық, тұманды, бұлтты күндерін бейнелей отырып, адамдардың тіршілігімен байланыстырады. Жалпы бұл өлеңнің мазмұнын толықтыратын болсақ, күз мезгілінің басталуы, табиғаттың суытуы, ауыл өміріндегі өзгерістер. Абай күзді тек жай мезгілі ретінде ғана емес, адамның көңіл күйімен тікелей байланыстырады. Ол өлеңде сұр бұлт басқан аспанды, жауын шашынды күндерді, сонымен қатар салқын желді, сарғайған шөпті айқын сипаттайды. Ауыл адамдары да бұл кезде қыстық дайындыққа кірісіп кетеді. Малға шөп жинайды, үйлерін дайындайды, ауа райының қиындатқанын сезеді. Өлеңде табиғаттың көңілсіз, суық күйі адамдарға да әсер ететіні айтылады. Келесі слайд. Ол бізде күз мезгілінің көріністері. Жалпы баршамыз білетіндей, күз мезгілінің көріністері ол бізде ең бірінші сарғайған жапырақтар, иә. Енді күз мезгілінде табиғат қатты өзгеріп кетеді, баршамыз білетіндей. Сол өзгерістерді Абай дәл суреттеп өзінің өлеңіне қосқан. Мысалы үшін өлеңде аспанды қалың сұр бұлт басады, суық жел соғып адамның бойын тоңдырады, жаңбыр жиілеп жер батпақтап кетеді, шөптер сарғаяды, өңі қашады, аспан бірде ашылып, бірде түнеріп кетеді. Бұл көріністердің бәрі бізге күздің ауыр, бір суық мезгіл екендігін көрсетеді. Абай табиғатты көзбен көріп тұрғандай емес, жүрегімен сезіп тұрғандай сөзбен суреттеп шығады. Балаларға осы мақалдар арқылы күз табиғатын айқын көрсете аламыз. Келесі слайд бізде көркемдік тәсілдер. Жалпы осы күз өлеңінде көркемдік тәсілдерді Абай өте ерекше, өте сәнді, өте бір мағыналы түрде қолданған. Мысалы үшін Абай өлеңді әдемі, әсерлі қылу үшін әртүрлі көркемдік тәсілдерді қолданған. Мысалы, осыған мысал келтіріп кететін болсақ, эпитет. Мына жерде көріп тұрғандай, сұр бұлт, сарғайған шөп, суық жел, бұлардың барлығы бізде эпитет. Бұл сөз арқылы біз табиғатты көз алдымызға келтіре аламыз. Келесі сол бізде теңеулер. Яғни табиғат көріністерін адам көңіл күйімен салыстырады. Бұл теңеу арқылы біздің өлеңіміз өте әсерлі, әрі бір мәнді, сәнді болып шығады. Келесі сол бізде метафора. Күзді ауыр, мұңды кезең ретінде сипаттайды. Осы тәсілдер өлеңнің әсерін күшейтеді. Жалпы Абай күзді бір кейде ауыр, мұңды кез сияқты суреттеп шығады, жаңа айтқандай. Бұл көркемдік тәсілдер өлеңді жай ғана сөздер емес, бұл нағыз көркем шығарма етеді. Келесі слайд ол бізде қорытынды. Жалпы қорытынды айта келген кезде Абай күз өлеңінде табиғаттың мезгілдік өзгерісін өте дәл әрі көркем суреттейді. Өлең оқушыға күздің мұңды әрі суық сипатын сездіреді. Ақынның
табиғатқа деген көзқарасын танытады. Жалпы күз өлеңінде табиғаттың күз мезгілін жаңағы айтқанымдай дәл сипаттаған Абай біз осы өлеңді оқу арқылы күздің қандай көңіл күй сыйлайтынын, табиғаттың қалай өзгеретінін анық түсінеміз. Ақынның сөздері бізді ойландырады, табиғатты сезінуге үйретеді. Абайдың әр жолында терең мағына бар. Сондықтан оқушылар осы өлеңді бастауыш сыныптан бастап оқып, жоғарғы сынып үшін де пайдаланып, Абайдың бүкіл өлеңін жаттауға тиіспіз. Назарларыңызға рахмет. Слайд түсінікті болды деп ойлаймын.